Малдың қыста ақтайтын жері көп болған екен. Малдың туымы көп болып, ел бай болған екен ағайын. Сосын біздің елімізде Тауербайға барайық десе, келген кісілердің бәріне ренжітпей, 50-ден, 60-тан, 100-ден алдына малын салып жібереді екен. Сырайлы де, қырайлы де. Ал енді сол кезде тау елі бай елі деп атақ алған екен дейді ағайындар. Олай болса, сол елге ду бол, шапала, береке құтты болсын. Кешегі Төле биіміз былай деп сырлаған екен. Қазақ үш биімен ел басқарса, Төле би былай дейді екен. Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі деп сырлапты. Ол кісі қазір Ташкентте жатыр. Ал енді қаз дауысты Қазбегіміз Түркістанда жатыр. Ол кісі былай деген екен. 13 жасарында Қандашығанның алдына барып, біз қазақ мал баққан еліміз, жай жатқан еліміз, еліміздің шетін жау баспасын деп, найзасының ұшына таққан еліміз, достықты сақтай білген, тәңізді ақтай білген еліміз. Достассаң достасқалы, қастассаң қастасқалы, айқассаң айқасқалы, шайқассаң шайқасқалы келді деп Қандашығанды 13 жасында қорққан екен. Қаз дауысты кім ей деп қаз дауысты Қазбек атанған екен. Қазір Түркістанда жатыр ол кісі. Ал енді әр елінің үлкені Әйтеке би атамыз бұл Нұратаның, жаңағы Самарқанның Нұратасында жатыр екен. Ол кісі былай деп жырлайды. 25 жасында әлім еліне, 30 жасында 300-ге би болған сол Ақтөбе Ырғызға дейін жайлау болған екен сол кісілердің. Ол кісі былай дейді: бай болсаң еліңе пайдаң тисін, батыр болсаң жауға найзаң тисін. Бай болып елге пайдаң тимесе, батыр болып жауға найзаң тимесе, елден Алла үйің күйсін деп жырлаған екен. Олай болса бүгінгі тойымызды, мерекемізді әрі қарай әрлетсек деп жатырмыз. Кезінде Сырым батырдың өзі былай деп жырлаған екен: Хорезмнің шақтың досы болған Сырым батыр Датұлы 12 ата Байбақтының елінен шыққан. Әрқайсысы әрі барғанда Хорезм шақ шақырып алады екен. Шешендігі мен көсемдігін көріп, батырлығын көріп, ақындығын көріп таң қалыпты. Тұлғалы жігіт екен дейді. Сонда айтты: ақын мен батырлық саған қалай жұқты? Елдің көсемдері мен шешендеріне келіп, мен сізді сөзден жықтайын дегендей ой келіп, Сырым батырға 3-4 сұрақ қойыпты дейді. Бірінші сұрағы Сырым батыр депті: жолдың мұраты не деп сұраған ғой енді. Бұлақтың анасы не? Судың анасы не? Сөздің анасы не? Жолдың анасы не деп сұрапты. Сонда Сырым батыр қарап тұрып айтады дейді: судың анасы меніңше қанем бұлақ, сөздің анасы құлақ, жолдың анасы тұяқ деген екен. Сонау Қостанайдан, яғни Теміртаудан, Майқұдықтан, Қарағандыдан келіп отырған тұяқтары теріліп тұрып, бүгінгі құда болып келіп отырған сәулеттей құдамызға және бір қошеметтеп қояйық. Екінші сұрағында Сырым батыр даудың мұраты не, сауданың мұраты не, қыздың мұраты не, жолдың мұраты не деп сұрапты. Сонда қарап тұрып: қанем, меніңше даудың мұраты біту, сауданың мұраты ұту, қыздың мұраты кету, жолдың мұраты жету деген екен ағайын. Қызымыздың мұратына жеткізіп, әдеміне бүгін батасын беріп, ақ жолға шығарып саламыз өз отауына дейміз. Үшінші сұрағында намаз оқығанда Сырым батыр жан-жағына көп қарайды екенсің депті. Сырым батыр қарап тұрып: қанем, сіз қарамасаңыз жан-жағына менің қарағанды қайдан білдіңіз деп жеген екен. Төртінші бір сұрағында бір басы екі қол екі аяқты кісіден жеңілдің ба десе, жеңілдім депті. Сөзді ұқпайтын, ақынды ақын демейтін, батырды батыр демейтін кісілерден күнде ұтыламын деген екен ағайын. Қарап отырсам мына Тәуелбайлықта кереметтей батырды батыр, ақынды ақын, құдаларды құда деп кереметтей қошеметтеп алып жатыр. Мен енді ортаға қос кезегін әрі қарай әрлетсем деп жатырмын. Нағашылары бастаса, Махамбетер ағамыздың жаңа баталық қой, Үмітай жеңешемізді осы кісілер бастаған, Раушан мен Әділбек бастаған, Әбдібек бастаған, Шолпан мен Мейірбек, Қарида, Талғат, Мағрипа, Еркебұлан, Лаура және Камарадин нағашыларын осы ортаға шақырайын деп жатырмын. Кетей елі кешегі Тұрмағамбет былай деп жырлаған екен: есерлік естен кетпес жасыңдағы, бақытты білу керек басыңдағы, белдеудегі бедеу аттай, бауырыңның, ініңнің, туысыңның, құдаңның қадірін біл қасыңдағы деп Тұрмағамбеттің еліне бір ду қол шапалақ ағайындар. Бастаған барша нағашылар ортаға. Қызымыздың Арайдың нағашылары. Осы тостан кейін сіздерді шақырып, сіздерді елмен, халықпен, бәрімізбен таныстырамыз. Нағашылар шақырған 7 атаға бүгінгі
бір нағаш жетіді қатат еттейді, алыс ауыл арасын жақын қылған нағашым, ер жүректің баласын батыр қылған нағашым, ақ жүректің баласын ақын қылған нағашым, нағашымның жаңасын іздесең қайдан табасың дейді. Ал әке. Кеш жарық тағы рет той барлықтарыңызға құтты болсын. Қызымыз бақытты болсын. Құдалық мың жылдық болсын. Қысқа сөз. Арайжан, аттаған қадамың құтты болсын. Барған жеріңе тастай батып судайсың. Ата-анаңа адал болыңдар. Екі жақтың да ата-анасына адал болып, ең жақсы келін бол алдыңа. Болсын, Арайжан, бақытты бол, дені сау болсын. Ең жақсы ата келін бол. Арайжан, өмірге қадам басқалы отыр екенсің, қадамың құтты болсын. Қадамыңа нұр жаусын. Ата-ананың адал жақсы қыз едің енді. Ата ененің сондай келіні бол. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Тәке, Жазирапа, тойларыңыз құтты болсын. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Үйлеріңізде тек той мереке болсын. Кеш жарық, осы кешке жиналған қауым. Бүгін міне апа мен жездемнің отбасында үлкен той. Арайлымды аялы алақандарынан ұшырғалы отыр екен. Арайка, барған жерде бақытты бол. Айдос, сен де маған алыс емессің, қайнымсың. Бақытты болыңдар, жастар бақытты болсын. Арай, әрқашанда бақытты бол, тәңге жері тойларың құтты болсын. Тамаша, шпионды байқадық кім екен байқадыңдар ғой, қызды кетіп жатыр, төркін жаққа кетіп жатыр. Ал енді нағашылар, сіздерге төр құтты болсын, сіздерге де бір қуаныш құтты болсын. Мынандай балдарымызды нағашы деп, бұнша тойды аштырып, қуанып шаттанып жатыр. Арайка да сол әжесін еркелеп, ауылдағы үлкен мамасын еркелеп жүрген қыздың бірі еді. Үйдің әулетінің әулеттің еркесі. Сіз айтасыз ба? Шаш әдемі екен. Бір билеп тұрып орнымызға жайғасамыз, сый-сияпатты ұмытпаймыз, асабаға береміз қоймыз. Абай болсын, ортаға билеп. Нағашылар билеп. Нәге. Шоқ. Нәге. Жіберші. Тамаша бейді кесті. Балдардың беттерін маңдайдан сүйікті болады бар. Ұрсат береміз. Той құтты болсын. Жігіттер, қыздар, енді бүгінгі тойымыз мерекеміз құтты болсын деп тұрмын төрге тұрғызайық. Ортаға ерлан балдарымыздың әдемі әуенімен ары қарап әрлейміз. Кереметтей осы ауданда да, облыста да кереметтей ән шырқап жүрген өзімнің братишкам, әнші жігіт Ерланға бір ду қол шапалақ ағайды. Ортаға келіп жүрейік. Olsun ağabeyim. Az olsun, aman olsun. Әлдейін айтып тербеткен, тәрбие беріп жүргенден, анамдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен.
Жалайбылар болса бір қошеметтеп қояқшы. Ноқтаға бар ма? Мейлі! Ал енді орта жүздің ноқтағасы арғын тарақтылар бар ма екен? Bir қошеметтеп қояқ ағайын. Кіші жүздің ноқтағасы тамалар бар ма? Шапалақ деді. Мен ортамызға бүгінгі мерекені әрлеп, бүгінгі думанды тойымыздың төрінде отырған төрі құтты болсын дегім келеді. Мына қыпшақтардың еліне, қуанышы шаттығына, мерекесіне бүгінгі шындай Тегінбай мен Жазираның құда түсіп келіп отырған, кешегі Талғат пен Пердеш кеп, өткенде құда түсіп сырғасын тағып кетсе, мына қызымызды алып кетеміз деген ниетпен келіп отырған, ниеттері қабыл, мұраттары асыл дегендей бір кереметтей жақсы бір қадаммен келіп отырған құдалар осы кісілерді ортаға шақырғым келіп тұр. Мына бірінші қазақ келгенде танысы жатады ғой, сол үшін танымайтынымыз бар, танитынымыз бар. Соның бір Сәкең бастаған барша құдаларды қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын, қазақ осы дүниені малту, оңды солды шашу үшін жинайтын деп, Жетісудың жер жәннаты, жердің кіндігі Жетісудың, Талдықорған, оның ішінде кешегі Шоқан Уәлихановтың жүрген жолындағы Қарабұлақ деген елге ду болып шапалақ ағайынды той болсын. Жеге таныстырып билетіп, құда болып отырған құдаларға шақыра. Келіңіздер. Сол сарапшыларда да өзіміздің елде де ел ағасы болып жүр. Біраз үлкен қызметтерде жұмыс жасады. Бізге кезінде поддержка берген, мынандай деген бір ақылдарын берген азаматтың бірі. Ал сіз деп қояйсың. Кеш жарық, құрметті қалайық, жерлестер, бауырлар, құда-құдағайлар, туыстар, аға, іні қарындастар. Сіздерге Қостанай қаласынан, Қостанай облысынан жалын сәлем. Міне енді Рашид, таныстырайын ба? Мына бірінші енді мені Рашид жақсы таныстырды. Мына Құда қаласа болашақ құдаларыңыз Талғаттың ағасымын, атым Сәулет. Қостанайдан деп отқан, мен Қостанайдан келіп отырмын. Сол үшін Қарағандыдан да сәлем деп қоямыз Талғаттан. Енді мына бір-екі сөз айтып берейін. Мынау Тегінбай мен Талғат жас кезінен бірге оқыды, бірге жұмыс істеді, дос болды, мынау отбасымен қатынасты, бір-бірін жақсы біледі. Сол балдары жас кезінде айтып жүрді деген, құда болайық деп. Сенде қыз бар, менде ұл бар деп, өздері әзілдеп, бәрімізді солай айттық қой. Мына сол періштенің құлағына шалынып, бүгін соған қолымыз жетіп отыр. Мына Тегінбайжанның қызы өсіп, біздің ұлымыз өсіп, бір-бірімен тіл табысып, мына екі жастың бақыт тойының қуанышына бүгін себепкер, куәгер болып отырмыз. Мына Тегінбайжан, мынау тойларың құтты болсын. Мына армандарыңа сендерді жеттің деп ойлап отырмын. Өйткені ата-ананың арманы ұл болса да, қыз болса да, сол бақытты болса, сол жақсы жерге барса, құдам жақсы болса, құдағайым жақсы болса деп бәріміз де армандаймыз ғой. Соған мына бүгін Тегінбайжан мен Талғатжан жетіп отыр. Балдарым бақытты болсын. Мына мен енді мына жақтан таныстырсам, Ақсәуле маған әрі құдаша, әрі өзіміздің жеріміз, бөлеміз көп айтыр. Ақсәуле Пердешкелінің, Талғаттың әйелі Пердешкелінің сіңлісі құдаша. Мына местный жігіт танисыздар, сіздің ауылдан. Біздер 15 жылдан бері енді көріп жатырмыз.
біздің күйеу бала Сейілхан. Мына Нағаша менің қарындасым, біздің күйеу бала Сейілхан. Нағаша менің қарындасым, біз екі атадан тарқаймыз. Екі атадан ешқашан бөлмеген. Мен туған қарындасым десе де болады. Нағаша осы жерде тұрады. Шарапбек, біздер өзі 5 ұл, 3 қызбыз атадан. Сол қыздың кішкентайы Теңгегүл деген апамыз Қаратауда, Таразда, Жамбыл облысы Қаратауда тұрады. Шарапбек туған жеріммен. Менің екінші ағам Бақыттан кейінгі Бақтияр деген ағам бар, Приозерскіде тұрады. Сол Бақтияр ағамның қызы менің бауырым, қарындасым Айнұржан. Менің үлкен ағам бар, Бақыт деген кісі. Енді осы жерде отырған көп азаматтар таниды. Ол кісі енді Сарапшанда біздің үлкеніміз, ағамыз. Сол Бақыт ағамның Қабыл деген, енді шалдың баласы дейміз біз. Өзі жоқ көз айта берейік. Қабыл деген інімнің келіншегі Ләззатжан. Неге келгенін енді айтайын, жаңа таныстырып өттім. Жаңа басын бастап айттым ғой, Тегенбайжан. Мына біз, ойласаң да, барам десең де, егер жолың түспесе, ешқашан бара алмайсың. Мына екі жастың себебімен мен осы Талдықорғанға 2005 жылы келдім Нағашаға. Мен содан екінші рет келіп отырмын. Оған тұздан бері мына балдарым бір-бірін тауып, сол екі жастың арқасында осы сіздермен дәмдес болып отырмыз, өте қуаныштымыз. Тост айтып жіберейін ба? Мына балдарым бақытты болсын. Тегенбайжан, сенің папаң мен біздің бәкең кешеге дейін бір-бірімен телефонмен әзілдесіп, мен оның барғанда куәсі болдым. Өзі Құдай сездірген шығар, Құда болатын. Бірақ ол кісі көрінмей кетті. Бірақ балдары бар. Мына екеуі әзілдесіп отырады деді. Жастарына қарамайды, бірақ әзілдесіп. Әзіл жарасып еді. Мына сол Құдай тілегімізді қабыл алып бүгін Құда болғалы отырмыз. Енді ойлаймын, бізде, сендерде бақыттымыз деп ойлаймын. Өйткені жастар бір-бір тауып, тегін тауып, енді біздің Пердеште Талғатта қандай екенін өздерің білесіңдер. Мына келініміздің жаманын жасырып, жақсысын асырып, өзі тәрбиелеп алады деген ойдамыз. Тәрбиеде керемек шығар, енді өздерің тәрбиелеріңізді кемтік болады деп ойламаймын. Бақытты болсын. Мына отырған қаракөз бауырларымызға сіздердің үйлеріңізде той болсын. Енді біздің жасымызға қарай қызды қияға, ұлды ұяға қондыратын кезге келдік. Барлықтарыңызға жұғысты болсын. Қыздарыңызды ұзатып, балдарды келін түсіріп, сол немере шөбере сүйіп, бақыт көре беріңіздер. Мына Тәуелбай еліне келген азаматтарымыз аман болсын. Құрметті қонақтар, Тегенбай, інім Тегенбай, сіңілім Жазира. Мені Айдос пен Арайды бақыт тойын жасап жатсыңдар, ұзату тойы құтты болсын, той қаласын. Біз әрдайым Айдос інім болса, Арай сіңілім болып қала береді. Мен сендердің әрбір қуаныштарыңа ортақпын. Әрдайым той болсын, той қаласын. Осы келген қонақтарға да той жұғысты болсын. Айдос, Арай, бақытты болыңдар, жұптарың ешқашан жазылмасын. Осындай әдемі сүйкімді қалыптарында жүре беріңдер. Той қаласын. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, алыс жақын, біз білетін, білмейтін, сонау туған елдің топырағынан Жетісудың жәннат төріне жиналған қауым, осы кеш барлықтарыңызға қуаныш, береке, шаттық сыйласын. Менің мынау жиенім сымбатты да сұңғақ жігіттің сұлтаны болып тұрған Айдосша мен сұлу көрікті Аққудың
көгілдіріндей болып тұрған арай келініміз болашақ алла қаласа осы құратын шаңырақтары биік болсын, келгендері кең болсын. Алла тағала осы екі жасты әрдайым өзінің мейіріміне алып жүрсін. Олардың айналасында мынау қанаттары, тіректері, жалпы сүйеніші болған Тегінбай аға, Жазира әпке, сіздер аман болыңыздар. Сіздерді қаумалап осы қуаныштарыңызға ортақтасып келіп жатқан халық аман болсын. Менің әпкем мен жездемнің де шаңырағында болатын үлкен тойды осында отқан барлық туған туыс барып, Алла қаласа көруді нәсіп етсін сіздерге де. Осы дастархандарыңыз, әдемі дастархандарыңыз тек қана тойға жайылсын. Әрбір қазақтың үйінде осындай тамаша тойлар бола берсін. Ұлдарыңыз ұяда, қыздарыңыз қияда өз бақыттарын тауып, өрістеріңізді кеңейте берсін. Кеш жарық, құрметті жиналған қауым, бүгінгі сізді бауырымыз Айдостың үйленіп жатқан тойы Арайканы қуанысып жатыр. Ұзату тойы құтты болсын сіздерге де. Екі жасқа бақыт тілеймін, тек бақытты болсын. Осылардың үлкен отбасына айналғанына себеп куәгер болып жүре берейік. Екі жасқа бақыт тілеймін. Бәріміздің үйлерімізде осындай жақсылық тойлар бола берсін. Той, осы той бәріңізге құтты болсын. Сізге менен болмысын беріп, келін алып отыр, құтты болсын. Осы құдалығымыз 1000 жылдық болсын, сыйластығымыз мәңгі болсын. Әрқашанда дастарханымыз тек тойға жайылып, той-тойға боласа берсін. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Бұл шопыр адам өзі көп сөйлемейді, аратты ішпейді, сөзді сөйлемейді. Сейілхан. Тегінбай Жазира тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, әрдайым дастархан үстінде кездесе берейік, енді аман тойда кездесе берейік. Құдаларға қошемет дейік. Көрдіңіздер ма? Достықтың соңы құдалыққа айналып. Кешеге мынау екі бала дүниеге келсе, сол Бұхарада да бірге жаңағы оқып, студент кезде пет колледжде бірге, пет институтта бірге оқып, Талғатпен бірге дос болып, мен Талғатты өзімнің жұмысыма тартып едім. Талғат бір апта, екі апта болды да, сөйтіп отқан кезде Тегінбай тартылып кетті жаққа. Сөйтіп тәкеңді өз жұмысқа араластырып, жанына араластырып, өзінің жаңағы роботқа кіргізген. Тәкеңмен екеуі сол кезде ғана құда боламыз деп дайындалып жүр екен. Сонда кішкентай балдар бір-бірімізге құда болсақ деп армандаған екен. Сүйек құда. Сол папасы мен мамасының уәдесіне тұрғызып, баяғы Қарабай мен Сарыбай деп жатады ғой енді, соның нағыз қазіргі кереметтей көрінісін көріп тұрсыздар. Достықтың мықтылығы, балдардың мықтылығы, папаларымыз бен мамаларымыздың айтқан сөзі, уәдесі уәде. Қазіргі балдар айтқанды қылмайды. Кім алып келе салады сарасы? Сосын тұр сондай көбейіп кетеді. Сол үшін енді бір-бірін түсінетін, екі құда достасып, сырласатын құдаларға 1000 жылдық болсын деп ду болып шапалақпен думан төрге. Бай құтты болсын. Әуелбай елдің Ақиқта ақыны десек те болады, Өмірзақ былай деп жырлаған екен. Кешегі Балқыбазардың елдің ақыны Өмірзақ былай деп жырлайды. Қаза болса, намазы қаза болған. Дастарханы қазақтың таза болған. Дәм жүзді келген жұрт қасиеттеп, иттік қылған кім болса да жазалаған. Қонағына қой сойып төрін берген, мейманды күте алмаса өлім көрген. Атам қазақ ешкімнен тарынбаған, ешкімнен бөлінбеген. Табақ алдыңа ас тартамын, сый қонаққа сыбаға бас тартамын. Қонақ келсе ауылымыз мәз береке, мерекеңді өзіңе басқартамын. Емес маған ат қайғы киім қайғы, ас қайырмай дастархан жиылмайды. Ата жұрттың алмасақ ақ батасын, ешқашанда берілмайды деп жырлаған екен. Олай болса, қазақтың ұлы асы ет келеді, бас келеді, жамбас келеді.
астыңа береке берсін басына, қырғауылдай қыдырады екенсің қасына. Келінің жайлы болсын, қазаны майлы болсын, дастархандармен береке берсін, әрдайым осы жерде береке болсын. Әумин атам болсын, сізге тастырған атам болсын. Құдағайлардың көңілі ашық болсын, біреу көңілі ашық, сізге де ашық болсын. Әумин. Оппа, құтты болсын. Енді береке құтты болсын, алдыңызға ас, тамақ, дәм келіп жатыр. Енді ерлан ұлдарыңыздың әдемі әуен естейік ары той той болсын. Керемет әуенмен онlara ерлан баламыз шақырамын. Тойларыңыз той болсын ағайын. Астан дәмен алыңыздар.